Алматыдағы нөмірі 174 мектеп-гимназияда оқушыларға арналған сиқырлы саусақтар қуыршақ театры ашылды. Театрдың мақсаты балалардың шығармашылық қабілетін дамытып, сахна мәдениетіне баулу, сондай-ақ ұлттық және әлемдік театр өнеріне қызығушылығын арттыру. Ашылу салтанатына мемлекеттік қуыршақ театрының ардагер актрисалары арнайы келді. Өнер майталмандары қуыршақ театрының лентасын қиып, жас өнерпаздарға баталарын берді. Шара барысында актрисалармен шағын сұхбат ұйымдастырылып, мемлекеттік қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтойы насихатталды. Жаңа театр алаңы енді мектеп оқушыларының шығармашылық орталығына айналып, жас таланттарды қолдауға бағытталған жұмыстарды жалғастыратын болады. 174 гимназияға біз келіп отырмыз қонаққа. Неге десеңіз, бұл жерде сиқырлы саусақтар қуыршақ театры ашылып жатыр екен. Оларға біз сәттілік тілейміз. Қойылымын көрдік, әдемі, перчатный қуыршақпенен қойылымдарын көріп отырмыз. Өте әдемі. Мен тілеймін сәттілік. Мен ойлаймын, өнерді жақсы көрген адамдар ұзақ өмір сүреді. Неге десеңіз, қуыршақтан бастап отырсыз. Қуыршақ мысалы, өз басым қуыршақ театрына 69 жылы келдім. Әлі күнге дейін жұмыс істеп жатырмын. Пенсияда болсам да, неге десең, әлі балалық шағым әлі біткен жоқ. Әже болсам да. Сондықтан сіздерге тілеймін, ұзағынан болсын, жолдары ашық болсын, жақсы қойылымдар көп болсын.